Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымның тақырыбы функцияның қасиеттері. Оқу мақсаты функцияның қасиеттерін анықтай алу. Алдыңғы сабақта өткеніміздей, тәуелсіз айнымалының әрбір мәніне тәуелді айнымалының бір ғана мәні сәйкес келетін заңдылықты функция деп атаған болатынбыз. Бұл жердегі x тәуелсіз айнымал немесе аргумент деп, y-ті тәуелді айнымалы немесе функция деп атағанбыз. Функцияның графигі координаттары x және y болатын жазықтықтағы нүктелердің жиыны екенін біз білеміз. Функцияның графигі берілсе, сол заңдылыққа қарай отырып, аргумент берілсе функцияның мәнін, функция берілсе аргументтің мәнін табуға болады екен. Мына алдарыңыздағы функцияның графигінде x тең 3 болған кезде y-дің мәні -1-ге тең болған. Ал y-іміз 3 болған кезде x-ің мәні 7-ге тең болған екен. Сол сияқты егер x-ің мәні 9 болса, онда y-дің мәнін айта алмаймыз. Ал x-ің мәні -6-ға тең болса, бұл жерде де оған сәйкес функцияның мәні жоқ. Сондықтан функция болсын, оның аргументтеріне сәйкес функцияның қабылдай алатын мәндері болу керек екен. Функцияның анықталуы болсы деп x аргументтің қабылдайтын барлық мәндер жиын айтады. Белгіленуі df. Алдарыңызда мына графикте көрсетілгендей, мына екі шеткі нүктенің іші боялған. Яғни анықталуы болсы -5-тен 8-ге дейін екеуін қоса алғанда. Қоса алғанда деген сөз не? Егер мына графикте, екінші графикте аргументтің мәні -5-ке шексіз жақындағанмен оған тең бола алмаса, бұл шеткі нүктені іші боялмайды және соған сәйкес біз жай жақшаны белгілейміз. Егер функцияның аргументіне шектеу қойылмаса, онда аргументтің барлық нақты сандарды қабылдайды -шексіздіктен +шексіздікке дейін, немесе x тиісті нақты сандарға деп айтылады. Ал келесі мынау график көрсетілген, яғни бөліктерге бөлінген. Бұл бөліктердің анықталуы болсын тапқан кезде бірігуі түрінде жазамыз. Яғни -5-тен -1-ге дейін 1-ді қоса алғанда, бірігуі 2-ден 2-ні қоса алғанда 6-ға дейінгі аралық. Функцияның мәндерінің облысы деп y тәуелді айнымалысын қабылдайтын барлық мәндер жиынын айтады. Белгіленуі ef. Функцияның анықталуы облысы сияқты, функцияның мәндер облысында аралықтармен көрсетеміз. -4-тен 3-ге дейін 3-ті қоса алғанда, келесі -5-тен +шексіздікке дейін 5-ті -5-ті қоса алғанда. y тең x квадрат функциясының графигі салу үшін мына жерде кесте берілген. Осы кестеде байқасаңыздар -2, -1, 0, 1, 2, яғни кез келген мәнді бергенмен функцияның мәні тек оң сандарды қабылдайды. Өйткені мына жерде x квадрат, яғни жұп дәреже. Сонымен функцияның анықталуы болса -шексіздіктен +шексіздікке дейін, ал мәндер жиыны y 0-ден үлкен не тең. y тең 3 5 x-дің квадраты. Бұл жерде 5 x-дің квадраты 0-ге үлкен не тең. Ал минусты ескеретін болсақ, -5 x-дің квадраты 0-ден кіші болады. Екі жағына да 3-ті қосқан кезде 3-тен кіші мәнге ие болады. Мәндер жиыны -шексіздіктен 3-ге дейін 3-ті қоса алғанда. Функция модульмен берілген. Модульдің ішінде x. Ендеше бұның анықталуы болса -шексіздіктен +шексіздікке дейін. Ал мәндер облысы 0-ді қоса алғанда 0-ден +шексіздікке дейін. Келесі функциямыз бөлшекпен берілген. y тең 1 бөлінген x. Бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмайды. Ендеше функцияның анықталуы болса -шексіздіктен 0-ге дейін, 1-ге де 0-ден +шексіздікке дейін. Ал мәндер облысы
табу үшін x-ті y арқылы өрнектейік. Y бұл жерде 0-ге тең емес, ендеше мәндер облысы минус шексіздіктен 0-ге дейін, 1-ге де 0-ден плюс шексіздікке дейін. Келесі y тең x плюс 1 бөлінген x минус 1 функциясы берілген. X минус 1 0-ге тең емес. Бұл жерде x 1-ге тең емес, ендеше анықталуы болса минус шексіздіктен 1-ге дейін, 1-ге де 1-ден плюс шексіздікке дейін. Келесі мысал, y тең 1 бөлінген x плюс 1. X-ті y арқылы өрнектеу арқылы x-тің мәнін табайық. X тең 1 бөлінген y минус 1. Бұл жерде y 0-ге тең емес, ендеше мәндер облысы минус шексіздіктен 0-ге дейін, 1-ге де 0-ден плюс шексіздікке дейін. Келесі мысал, y тең 2 минус 1 бөлінген x минус 5. Бұл жерде де түрлендіру жасап, x-ті y арқылы өрнектеп, y-тің 2-ге тең болмайтынын көріп тұрмыз. Ендеше мәндер облысы минус шексіздіктен 2-ге дейін, 1-ге де 2-ден плюс шексіздікке дейін. y тең x минус 3, 2 минус x функциясы берілсін. X-ті y арқылы түрлендіру жасап, y-тің мәні минус 1-ді қабылдамайтын көріп тұрмыз. Ендеше мәндер облысы минус шексіздіктен минус 1-ге дейін, 1-ге де минус 1-ден плюс шексіздікке дейін. Функцияның нөлдері деп функцияның мәнін нөлге айналдыратын x-тің мәндерін айтады. Алдарыңызда көріп тұрған мына графикте OX өсінің қиып тұрған нүктелері осы функцияның нөлдері болып табылады. Минус 6-да y-іміз 0-ге тең, минус 2-де, 2-де және 8 деген нүктелерде мына функцияның графигі нөлдері болып табылады. Функцияның нөлдерін табуға бір мысалмен келтірейін. Y тең 1 бөлінген x плюс 2 минус x бөлінген 3 деген функциясы берілсін. Бұл функцияның оң жағын ортақ бөлімге келтіріп, түрлендіру жасап, одан кейін 0-ге теңестіреміз. Яғни функцияның нөлдері деп, функцияның мәнін 0-ге айналдыратын x-тің мәндерін табу. Егер x-тің мәні түбірі, егер теңдеудің түбірі болатын болса, онда ол нөлдері болып табылады. Бұл жерде бөлшек, рационал бөлшектің алымын 0-ге теңестіреміз, ал бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмайды. Бұл жерде 0-ге теңестіріп дискриминант арқылы бірінші және екінші түбірлерін табамыз. Бұл жерде функцияны 0-ге айналдыратын түбірлері минус 3-те 1. Функцияны зерттеуде тақтылығын немесе жұптылығына зерттейміз. Егер x жиында кез келген x үшін x минус x тең fx теңдік орындалатын болса, онда y тең fx функциясы жұп функция деп аталады. Ал егер f минус x тең минус fx теңдік орындалса, онда функция тақ деп аталады. Егер осы функцияның екеуі де орындалмайтын болса, осы шарттың екеуі, онда функция тақта емес, жұпта емес, яғни жалпы жағдайдағы функция деп аталады. Жұп функцияның графигі ордината өсіне қатысты симметриялы орналасады. Тақ функцияның графигі координаталар бас нүктесіне қатысты симметриялы орналасады. Енді функцияға тақтығы немесе жұптылығына мысалдар келтірейін. Y тең 2 минус x квадрат функциясы берілсін. Минус x-ті x-тің алдына минус қойып есептеген кезде бастапқы мендегі мынау функциямыз қайта шықты. Ендеше бұл жұп функция. Y тең синус x минус косинус x функциясын тексерейік. Минус x-ті қойған кезде синус тақ функция болғандықтан алдына минус таңбасы шықты, ал косинус жұп функция. Бұл жерде жақшаның сыртына минусты шығарған кезде жақшаның ішіндегі синус плюс косинус x болды, ал бізде синус x минус косинус x шығу керек еді. Бұл жерде бұл шарт орындалмағандықтан бұл
жалпы жағдайдағы функция болып табылды. Y тең x модуль ішінде бөлінген x функциясы берілсе, x-тің орнына минусты қойған кезде, минус x деп қойған кезде, біздің функциямыздың алдына минус таңбасы шықты. Ендеше бұл функциямыз тақ функция. Келесі y тең x плюс 1 минус x минус 1, яғни модульдің ішінде берілген. Ендеше минус қойған кезде x-тің алдына бізде жақшаның ішінде бастапқы функциямыз шықты да, алдына минусымен шықты. Ендеше бұл функцияда тақ функцияға жатады екен. Сонымен бүгінгі сабағым осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.